Сәлем достар, әр заттың өзінің бағасы мен құны болады. Бірақ кейбір заттардың құны әр адамның қалтасын көтере бермейді. Бүгін мен топ 7 ең қымбат заттарды айтатын боламын. Плутоний 1 грамм $4000. Бұл радиоактивті металл. Аталған металлды жер бетінде әр секунд сайын пайдаланады. Бұл металл арқылы ядролық қару жасауға болады. Солярис 1 грамм $17000. Бұл дәрі. Жер бетіндегі ең қымбат дәрі десек те болады. Сіз бұл дәріні жай ғана дәріханаға барып сатып ала алмайсыз. Себебі бұл дәрінің бағасы бір пәтердің бағасынан да қымбат. Бұл дәрі адам ағзасындағы сирек кездесетін ауруларды емдейді. Тритий 1 граммы $30000. Тритий көп жағдайда коммерциялық мақсатта қолданылады. Мәселен, сағаттардың тілін қаптауға, қолға тағатын түрлі заттарды орауға. Дегенмен бұл радиоактивті затты медицинада, химия ғылымында, биологиялық қоспаларға, геофизикаға және де басқа салаларға пайдалануға болады. Алмаздың 1 граммы $42000. Жер бетіндегі ең қатты зат бұл алмаз. Оның бағасы құбылмалы. Оның салмағына және ауқымына байланысты бағасы өзгеріп отырады. Тіпті алмаздың бұл бағасы өсіп кетуі мүмкін. Себебі жыл сайын алмаз жер бетінен азайып отырады. Амерций $140,000. 1 грамм өнімі $140,000 тұратын амерций Плутоннан алынған зат. Аталған зат әскери орында адамзат игілігі үшін пайдаға асырылады. Реголит $442,500. Аталған зат жерде өндірілмейді, жер бетінде жоқ та. Оны жердің серігі айдан алып келеді. Бұл заттың 600 миллиграммына $442,500 ақш доллары тең келеді. Ал оның бұлай қымбат болуына себеп, оның құрамына элемент, антрит, оливин және пироксин кіреді. Ал бұл шашылып жатқан құрамалар жер бетінде бар. Бірақ реголитте элемент, антрит, оливин және пироксин элементтері бір жерде құралған. Әлемдегі ең қымбат автокөлік Bugatti Type 57S CC Atlantic деп аталады. Қолда бар деректер көлік үшін $40 миллион төленгендігін айтады. Бұл өте сирек кездесетін автокөлік және соныс төменде қымбат. Әлемде оның 2 ғана нұсқасы бар. Бірі Лорен атты америкалық дизайнердің игілігінде. Екіншісі Мулина мұражайының экспонатына айналып үлгерді. Мына қызыққа қараңыз. Антиматерия жер бетінде жоқ. Ол жаралмағанда. Ол тек ғаламшардағы заттардың соқтығысынан пайда болады. Ал бұл құбылыс әрі орын алмаған. Бірақ ғалымдар алдағы уақытта бұл құбылыс жүзеге асады және жер бетіндегі барлық шындық ашылатын болады дейді. Ал бұл құбылыс әлі көзге көрінбесе де $62 триллион тұруы сізбен бізді таң қалдырары анық. Сонымен видеомыз аяқталды. Сіздер мен Айбын, сау болыңыздар.